Апоптоз бұл жасушалардың бағдарламаланған түрде өлуіне мүмкіндік беретін маңызды жасушалық процесс. Апоптоз өсу мен даму сатысында маңызды рөл атқарады. Мысалы, құрсақішілік даму сатысында ұрықтың қолы бастапқыда жарғақ пішінді біріккен күйде болады. Ал саусақтар осы жарғақ бетіндегі жасушалардың бағдарламаланған өлімі нәтижесінде пайда болады, яғни апоптоз нәтижесінде. Апоптоз ақаулы жасушаларды жоюда да маңызды рөл атқарады. Мысалы, патологиялық апоптоз қалпына келтірілмейтін жасушалық ДНК зақымдануынан туындауы мүмкін. Апоптоз кезінде жасуша іш жағынан каспазалар деп аталатын ақуыздар көмегімен ыдырайды. Апоптоздың пайда болуы үшін алдымен осы каспазалардың белсендіруі қажет. Каспазаның активтенуі сыртқы және ішкі деп аталатын екі түрлі жолмен жүруі мүмкін. Бірінші жол сыртқы жол деп аталады. Өйткені бастапқы сигнал жасушаның сыртынан келеді. Бұл жолды көбінесе басқа жасушалар, әдетте Т лимфоциттердің ішкі жиындары бастайды. Бұл лимфоциттерде FAS лигант деп аталатын беттік молекула немесе қысқаша FAS-L, яғни өлім факторы болады. Сыртқы жол осы өлім факторы мақсатты жасуша бетіндегі FAS рецептормен байланысқан кезде басталады. Бұл ақыр соңында апоптозға әкелетін жасуша ішілік оқиғалар тізбегін туындатады. Бұл реттілік FAS пен байланысқан өлім домені немесе FAD арқылы жүзеге асырылады. Сыртқы жолдың соңғы кезеңінде каспазалар каспазалық каскада деп аталатын өзін-өзі күшейту процесінде бір-бірін белсендіреді. Содан кейін белсенді каспазалар жасуша материалын ыдырата бастағанда апоптоз басталады. Каспаз каскады ішкі жол деп аталатын апоптоздың екінші жолының жалпы соңғы нүктесі ретінде әрекет етеді. Оның аты айтып тұрғандай, ішкі жол жасуша ішіндегі сигналдармен басталады. Бұл ішкі жол митохондрия мембранасындағы ақуыздардың екі жиынтығы арасындағы тепе-теңдікті сақтаумен реттеледі. Яғни BCL2 және BCL-X сияқты антиапоптотикалық ақуыздар және BAX және BAX сияқты проапоптотикалық ақуыздармен реттеліп отырады. Сау жасушада антиапоптотикалық ақуыздар проапоптотикалық ақуыздармен байланысады да олардың әсерін тежейді. Бірақ егер жасушада зақымдалған болса, немесе ол тірі қалу сигналдарын қабылдауды тоқтатса, осы BCL2 және BCL-X бұғатталып жойылады. Содан кейін FACS және BAC митохондриядағы бір қатар арналарды еркін тесіп, цитохром С сияқты митохондриялық заттардың цитоплазмаға енуіне мүмкіндік береді. Бөлінген цитохром С APAF1 ақуыздарымен байланысып қосылыс түзеді. Содан кейін каспазалық каскадын белсендіреді. Апоптоз ісіктердің өсуінде, иммундық бақылауында және дамуында шешуші рөл атқарады. Осы процестердің барлығында апоптоздың артық немесе жетіспеуімен байланысты ауытқулар орын алуы мүмкін. Мысалы, рак клеткалары өмір сүреді және көбейеді, өйткені олар апоптозды блоктауға, яғни ингибирлей алады. Сыртқы және ішкі жолдардың, сондай-ақ каспазалық каскадтың жұмысын түсіну, апоптозды реттеуді жақсартуға негізделген мақсатты терапияны жасауға мүмкіндік береді. Егер де ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.